Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райпілдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін әдеттегідей тағы да бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай күшті әдемі. Оң беті осындай болса, теріс беті мінекей осындай. Мінекей, көрдіңіздер ғой, қандай әдемі. Тамаша. Ал енді осы узорды бүгін тоқып көрейік. Узор өзі 6 қатардан тұрады. Тағы да айта кететін жағдай, мына жерде мысалға мына бір сурет өзі 6 көзден тұрады. Мінекей, көрдіңіздер ғой, 6 көзден тұрады және де 6 қатардан тұрады. Ал енді мына жерде мен 20 көз алдым. Сосын мына теріс жағынан барлық көзі терісіне тоқып шықтым. Мінекей, уақыт алмайын деп. Ал бісміллә деп енді бастайық. Бірінші жіпті әрқашанда өстіп іліп аламыз. Және де бірінші қатарын міне 2 теріс, 2 оң, 4 теріс тоқимыз. 4-еу, 2 оң, 1-еу, 2-еу, 4 теріс, 1, 2, 3, 4, 2 оң, 1, 2, 2 теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой, мына жерде ұзын бір суреттің өзі, бір узор өзі 6 көзден тұрады дедім. Енді қараңыздар, мына жерде 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Мінекей, осы бір узор болады. Сосын келесі де міне тағы да 2 теріс, 2 оң, 2 теріс. Көрдіңіздер ғой, осылай болып кете береді. Енді узорымыздың екінші қатары. Екінші қатарда барлық көздерді сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, осымен узорымыздың екінші қатарда аяқталды. Бұл да өте оңай узор. Мінекей, енді узорымыздың үшінші қатары. 1 теріс. Енді қараңыздар. Мына оң көзбен, теріс көзді екеуін орнын ауыстырамыз. Мінекей, қараңыздар. Мына оң көзді өстіп оң білтекешпен іліп алдым да. Мынау теріс көзді оң көзді екеуін босатып, мінекей, мынау арт жағына теріс көзді өстіп сол білтекешке іліп алдым. Сөйттім да, қайттам мынау сол білтекешке оң көзді кигізіп, енді қараңыздар. Екеуін осылайынан оң қылып тоқимыз. Мінекей, жаңа жердегі 2 оң көз. Көрдіңіздер ғой, енді мына оң көзбен мына сол көздің екеуін мынау солға қарай қаратып, мынаны жаңа оң көзді мынау оңға қарай қаратсам, енді мына оң көзді мына солға қарай қаратып, екеуінің орнын ауыстырамыз. Ол үшін мына оң білтекешке мынау теріс көзді іліп алдым да, мынау сол білтекешті босатып жіберіп, мынау оң көзді іліп алдым да, осы екеуін оң қылып тоқып жіберем. Мінекей,
Енді екі теріс. Тағы қайталап жіберейік. Оң мен теріс көзді екеуін орындарын ауыстырып жібереміз. Оңға қарай ауыстырып, мінекей. Оң көзді ұстап тұрамыз. Осылайынан екеуін оңға тоғып жібереміз. Мінекей. Енді мына екеуін оң көзбен теріс көзді екеуін орнына ауыстырамыз. Теріс көзді осылайынан ұстап тұрып, оң көзді оң бетінде осы екеуін оңға тоғып жібереміз. Мінекей. Енді екі теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. Оң көзбен теріс көзді екеуін ауыстырып, екеуін оңға тоғып жібереміз. Оң көзбен теріс көзді екеуін орнына ауыстырып, солға қарай қаратамыз. Кешіріңіздер, бір теріс. Осымен узорымыздың үшінші қатары аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Мынау екі оң көз, екеуі екі жаққа қарай кетті. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Мынау екеуі екі жаққа қарай кетті. Мінекей. Енді узорымыздың төртінші қатары. Төртінші қатарда барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып, сурет бойынша тоқып шығамыз. Мінекей, осыменен узорымыздың төртінші қатарда аяқталды. Бұл суретте де, кешіріңіздер, бұл узорда да өте оңай. Мінекей, узорымыз мінекей шығып келе жатыр. Узорымыздың енді бесінші қатары. Қараңыздар, жаңағыдай тағы да оң көзбен теріс көзді екеуінің орнына ауыстырып, оң көзді оңға қарай қаратамыз. Мінекей, бұны оң білтекешпен іліп алып тұрып, сол білтекешті босатып жібереміз. Арт жағынан теріс көзді іліп алып, екеуін оңға тоғып жібереміз. Мінекей. Екі оң, бір, екі. Енді мына оң көзбен сол көзді екеуін айқастырып отырып, оң көзді мынау солға қарай қаратамыз. Мінекей. Іліп алдық та, екеуін оңға тоғып жібердік. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Мынау екі оң көз, екеуі екі жаққа қарай кетті. Тағы да оң көзбен сол көзді екеуін орнына ауыстырамыз. Оңға қарай қаратып, екеуін оңға тоқып жібереміз. Екі оң, тағы да оң мен сол көзді екеуін айқастырып, оң көзді солға қарай қаратамыз. Міне, көрдіңіздер ғой, солға қарай қаратып, мына жақта оңға қарай қараттық. Мына екеуін тағы да ауыстырамыз. Оң көзді ұстап тұрып, сол көзді теріс жағынан ұстап тұрдық та, екеуін оңға тоқып жібердік. Екі оң. Мына екеуін тағы да екеуін ауыстырамыз. Солға қарай қаратып, екеуін айқастырып, екеуін оңға тоқып жібердік. Осыменен узорымыздың бесінші қатары аяқталды. Алтыншы қатар. Алтыншы қатарда барлық көздерді сурет бойынша тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, қандай өте оңай. Бұл узормен де қандай бұйымдар тоқсаңыздар да өз еріктеріңіз. Мінекей, узорымыздың алтыншы қатары
осымен аяқталды. Ал енді көз жіберейік. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Қандай күшті әдемі. Тамаша, иә? Керемет. Ал енді тағы бір қайталап жіберейік. Есімізге түсіріп көрейікші. Бірінші қатардан 2 теріс, 2 оң. Мінекей 2 оң тоққан кезде, мына турасынан төменнен қарап отырыңыздар. Мынау астыңғы узормен көздерме екеуіне тура келіп отыр керек. Кейде шатасып кететініміз бар. Көрдіңіздер ғой, турамен келіп тұрген. Енді 4 теріс. Мінекей. 2 оң. 4 теріс. 2 оң. 2 теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатарда сурет бойынша барлық узорды оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей осыменен узорымыздың екінші қатары аяқталды. Үшінші қатар 1 теріс. Тағы да есімізге түсіріп көрейік. Мына оң көзбен сол көзді екеуінің орнын ауыстырып, оң көзді мынау оңға қарай ауыстырамыз. Мінекей. Оң көзді іліп алдық, оң білтекешпен. Теріс көзді сол білтекешке ауыстырып алдық та, іліп алып, осылайынан оңынан тоқып шықтық. Мінекей. Енді тағы да мына оң көзді сол көзбен екеуінің орнын ауыстырып, солға қарай қаратамыз. Мінекей. Екеуін сөйтеміз, оңға тоқып жібереміз. Мінекей. 2 оң, 2 жаққа қарай ауысты. 2 теріс. Тағы да оң көзбен сол көзді екеуін орнын ауыстырып, оңға қарай қаратамыз. Мінекей. Сөйтеміз, екеуін оңға тоқып жібереміз. Мына оң мен сол көзді екеуін орнын ауыстырамыз да, оң көзді солға қарай қаратамыз. 2 теріс. Оң көзбен сол көзді екеуін орнын ауыстырып, оңға қарай қаратамыз. Оң көзбен сол көзді екеуін ауыстырып, солға қарай қаратамыз. 1 теріс. Осымен узорымыздың үшінші қатары аяқталды. Төртінші қатарда барлық көздерді сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей. Осымен узорымыздың 4-ші қатары аяқталды. 5-ші қатар. Мінекей, суретіміз әдемі болып шықпай жатыр. Көрдіңіздер ғой? 5-ші қатар. Оң көз бен сол көзді екеуін орнын ауыстырып, оң көзді оңға қарай қаратамыз. Екеуін оң қылып тоқимыз. 2 оң. Оң көз бен сол көзді тағы да екеуін орындарын ауыстырып, оң көзді сол қарай қаратамыз. Сөйтеміз, екеуін оң қылып тоқып жібереміз. Оң көз бен сол көзді екеуін орындарын ауыстырып, оңға қарай қаратамыз. Оң қылып тоқып жібереміз екеуінде. 2 оң.
оң көз бен сол көз екеуін орындарын ауыстырып сол қарай қаратамыз. Сөйтеміз де екеуін оңға тоғып жібереміз. Оң көз бен сол көзді екеуін орындарын ауыстырып сол оңға қарай қаратамыз. Екеуін оңға тоғып жібереміз. Екі оң көз бен сол көзді екеуін орындарын ауыстырып сол қарай қаратамыз. Екеуін оңға тоғып жібереміз. Осымен узорымыздың 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар. 6-шы қатарда барлық көздерді біз сурет бойынша тоқып шығамыз. Мінекей, бәрін терісіне тоқып шықтық. Осыменен узорымыздың 6-шы қатарда аяқталды. Көрдіңіздер ғой, бүгінгі узорымызды да өте оңай болды. Ал енді көріп жіберейік. Мінекей. Қандай күшті әдемі, тамаша. Сосын тағы да айта кететін жағдай, енді сол ең бастапқы қатардағыдай тағы да 2 теріс, 2 оң, 4 теріс қылып, осылай ары қарай жалғастырып кете бересіздер. Енді үлкен немізді көрейік, узорымызды көрейік. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, қандай күшті әдемі болып. Былайынша қарағанда бидайға ұқсап тұр, иә? Керемет. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болды. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау, сәлеметті болыңыздар. Жақсы.